Инсульттан көз жұмған жігіт бірнеше адамның өмірін құтқарып қалды. Яғни оның жүрегі, екі бүйрегі, өкпесі, бауыры алынып, 5 адамға сәтті ауыстырылды. Бауырды трансплантация жасау Алматыда, ал қалғаны Елорданың бірнеше хирургиялық орталығында жасалды. Толығырақ тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекованың бейне материалында. Павлодарда 31 жастағы ер адамның ми тамырлары жарылып ауруханаға түскен. Дәрігерлер миға өте көп қан құйылғанын айтқан. Науқастың жоғары қан қысымы да болыпты. Соның әсері инсультқа әкеліп, жігіт содан қайтыс болады. Жүргізілген келісімдердің нәтижесінде туыстары мен жақындары оның ішкі органдарын алуға рұқсат берген. Для получения Біздің орталықта марқұмның жүрегі мен өкпесі 2 науқасқа салынды. Жүрек 35 жастағы ер адамға берілсе, өкпе 41 жастағы әйелге жаңа өмір сыйлады. Одан бөлек қос бүйрегі Елорданың тағы бір орталығында 2 науқасқа салынды. Ал бауыр Алматыға жіберілді. Осылайша карантин жағдайына қарамастан 5 адамға сәтті операция жасалды. Донордың бауыры Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталығына жеткізілді. Орган 38 жастағы бауыр циррозына шалдыққан ер адамға салынды. Операция тегін жасалған. Туысқандарының келісім бергені арқасында 31 жасар жігіт қойынды 5 адамға өмір сыйлап кетті. Сол. Оны 5 ағзасында ауыстырылды. Бауырды біз ауыстырдық. Жүрек, өкпе, енді бүйрек Астанада ауыстырылды. Өйткені енді бауырға байланысты енді біз Қазақстанда емес, тек қана белгілі орталықпыз. Қазір науқастың жағдайы жақсарып келеді. Ол бауырды ауыстыру күрделі операция екендігін жақсы біледі. Сондықтан дәрігерлерге онымен қоса донор болған жігіттің туыстарына алғыс білдіремін дейді. жағдайым жақсарып келеді. Көптен бері кезекте тұрғам. Бауыр ауруының қиын емделетіндігін, тіпті емделуге жарамай қалатынын жақсы білемін. Донор табылады деген үмітім болған. Алдамапты. Түн ішінде дәрігерлер хабарласты. Бірден келдім. 18 мамырда операция жасалды. Қалымды көріп тұрсыздар. Жақсарып келем. Бүгінде еліміз бойынша 2800-ге тарта адам ағза ауыстыру үшін кезекте тұр. Олар транспланттауды үйлестіру орталығындағы бірыңғай күту парағына енгізілген. Онсыз операция жасалмайды. Емге жарамаған науқастар өз донорларын жылдап күтуге мәжбүр. Биыл 43 мәйіттік донор анықталған екен. Қаза болғандардың басым бөлігінің туыстары дене мүшелерін беруге қарсы болған. Ал 40%-інде медициналық қарсы көрсетілімдер шыққан. Тек бір донордың жақындары ғана өз келісімін беріпті. Оның жүрегі, екі бүйрегі, өкпесі, бауыры алынып, 5 адамға трансплантация жасалды. Осы сәтті пайдаланып, әке-шешесіне көп рахметімді айтқым келеді. Мәйіттік органдар бізге келгенде таратылуы компьютерлік бағдарлама арқылы істеледі. Енді ол дәл осының нәтижесінде әртүрлі адамдар алады. Мысалы, осы 5 ағза 5 облыстан келген адамға қондырылды. Айтып кеттім, оның ішінде 3 әйел, 2 әйел, 3 еркек болды деп. Енді тағы да бір айтатын жай бар, ол дәл осы компьютерлік бағдарламаға бәрібір. Ол оның әлеуметтік статусы не болмаса қаржылай жағдайын бәрін ескермейді бұл бағдарлама. Еліміз бойынша өткен жылдың тамызынан бері қайтыс болған адам органдардан трансплантация болмапты. Ал 2012 жылдан бері 1800-ге тарта адамның органы ауыстырылды. Оның 372-сі ғана мәйіттен алынған. Осы сала мамандардың айтуынша былтырдың өзінде кезекте тұрған 150-ге жуық науқас қайтыс болып кеткен. Қарлығаш Қайыпбекова, Наурыз Базаров, Хабар 24.